Рогаликтер дайындаймыз. Ыдысымызға жылы сүт, жылы су, қант, ашытқы және тұз салып араластырамыз. Ерітілген маргаринді құямыз. Ұн салып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды 1 сағатқа бетін жауып қоямыз. Қамыр көтерілген соң 5-6 бөлікке бөлеміз. Әр қамырды жайып бөліктерге бөлеміз. Салмасына қойылған сүт алсаңыз болады. Рогаликтерді видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Бетіне жұмыртқа жағып 180 градуста 15 минут пісіреміз. Осымен рогаликтеріміз дайын, ас болсын. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.